Қайырлы күн баршаға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жаңғақты пирог дайындайтын боламыз. Өте жұп-жұмсақ, ауызға салса еритін болып шығады. Сіз міндетті түрде жасап көріңіз. Жасалу жолы өте оңай. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен айранымызға ас содасын салып, үстінен қантымызды, жұмыртқамызды және де сұйық майымызды салып, үстінен ұнымызды салып, барлығын араластырып алатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електің көмегімен өткізіп алған дұрыс, сонда біздің пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Ұнымыздың үстінен 1 шай қасық разрыхлитель саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Менде осы жерде жұмыртқаны салған жерім түспей қалыпты. Толық рецепті мен астындағы описание бөліміне жазып кеттім. Бізде дәл осындай әдемі масса пайда болды. Ешқандай да түйіршіктері қалмауы керек. Енді осы қамырымыздан 9 ас қасық құйып алатын боламыз. Бөліп алған қамырымызға 4 ас қасық көлемінде какао қосып, 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Бізде дәл осындай масса пайда болады. Енді формамызға астыңғы жағына жаңғақтарымызды дәл осылай жайғастырып алатын боламыз. Осы уақытта пешімізді 180 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Жаңғақтарымызды толығымен қойып алдық. Енді үстінен тестамызды салатын боламыз. Енді форманың диаметрі 18. Құйып болған тестамыздың үстінен туралған шоколадтарымызды әдемілеп қойып шығатын боламыз. Енді үстінен какао қосылған қамырымызды жайғастырып алатын боламыз. Бұны да жайғастырып алдық. Енді үстінен қалған тесталарымызды құямыз. Менде дәл осы рецепттен 2 пирог шықты. 18 диаметрлі болып шықты екеуі. Ең жоғарғы қабатына тағы да жаңғақтарымызды саламыз. Біздің пирогымыз дайын. 180 градуста 30 минутта пісіп шықты. Формадан алынуы өте оңай. Пирогты бөлме температурасында жылытып алып, одан кейін формадан алған дұрыс. Осымен біздің жаңғақты шоколадты пирогымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай кесілуі де өте оңай, жұп-жұмсақ. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Дәл осы рецептпен сізде міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге ұнайтыны сөзсіз. Назарларыңызға үлкен рахмет.